Бұл ерлік қой. Менің өтінішімді қарастырып көріңіздерші. Рахым майдандастарының рухын көтеру үшін өз жанын құрбан етпек болды. Уақыттың қалай зымырап өтіп жатқанын байқайсың ба, жолдас полковник? Атақты қоя тұр, Жәке. Ал уақыт туралы дәл айттың. Бір жылдың өзі бір апта сияқты зуылдап өтіп жатыр. Байқауымша, сен өзі қартаятын ойың жоқ сияқты қоя. Бір 100 жыл өткен соң қартая бастаймын. Оған қазір уақытта жоқ. Кеше ғана майданда бірге болдық. Ал бүгін жаңа заман құру керек. Бауке, Рахым үшін, оның ерлік үшін өтінсең. Мен өтініш берген, тіпті бірнеше рет. Бірақ оның бұған қалай қарайтынын білесің. Білем. Оған оның қажеті жоқ. Менімше, оған ол әбден лайық. Тіпті уақыт өткен сайын оның ерлігі еселене түскендей. Ол мен үшін әрдайым бірінші болып қалады. Мен сені түсінем, Жәке. Мен тағы да сұрап көрем. Тіпті жолдастарыма да айтайын. Әке, сіз не жазып жатырсыз? Өткен мен бүгін жайлы кітап жазып отырмын. Кітап? Ал ол не туралы болмақ? Өмір жайлы бол. Әр адам жүрегін тебіренткен ұлы оқиғалардың куәгері болады. Соған қарамастан ол өз өмір тарихының батыры. Ал бұл кітап ерлігін өз дәрежесінде бағалаған, отанына қызмет еткен ұлы патриоттар жайында